Assalomu alaykum barchangizga. Connecticut shtati New Haven degan qala. Жаңа jannat. New жаңа Haven jannat. Soat 9dan 1 ketdi. Seshanba 6-qantar. Kecha tuра сол жерде көрсеткен жеріме тоқтап, сол жерге тұраққа қойып, Walmart'тан азық түлігі алып алып, сонымен ерте жатқам, ұйқы кәдімгідей әдемі қанып, ұйықтап алып, бүгін де асықпай таңғы 7-те оянып, жуынып, шайынып, асықпай шыққам, 20 мильдік жер еді. 45 минуттық жол болып кетті, мынандай қалалардың арасында, қалалардың ішінде көшелермен жүріп. Жаман тар жер маяқтардың бәрі. Connecticut, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Мэйн, Филадельфия, Вирджиния. Жалпы осы араны, Вирджиния жатпайды оған, Филадельфияда жатпайды. Нью-Хэмпшир, Connecticut, Род-Айленд, Мэйн. Осы 4 штат ау. Осы 4 штатты негізі Нью-Ингланд деп атайды, жаңа Англия деп. Нью-Ингланд. Футбол командалары да бар, біраз заттар сол Нью-Ингланд деп аталады. Осы аймақ жалпы ресми түрде Нью-Ингланд деп аталады ғой негізінде. Осындай көшелері тар, үйлер мынандай ескі. Бір көлікті алып кетуге кетіп жатырмын аукционнан. 9-да ашылады, 9-дан 4-ке дейін жұмыс жасайды деген. Мына жерден бұрыл дейді, бұна аукционда болған, қай бір өтсе. 1 жыл алдында, 1,5 жыл алдында. Көшеден кіре аламын бекен. Сәл ар жақтан кірейінші. Қарлау көше ма, бірдеңе. Есімде де алдында сол ар жағынан кіріп, сонымен артпен кіру керек болып, мына жаққа барып, айналып келгенім бар еді. Көшеде мынадан кіріп кетуге болар еді негіз. Хэмден деген қаланың мекен-жайында аукцион. Бірақ сол New Haven қаласының шет жағында орналасқан. Мына көшеден кіріп кетейінші. Сол бұл жерден қазір тез-тез бір көлікті алып, Honda Accord сондай еді, 2017-19 жылғы ма. Honda Accord'ты алып зытам ғой. Қайтып ана Нью-Хэмпшир жаққа бару керек, Манчестер қаласынан, Манчестер. Лайнан бәр жерінде тар ғой. Қарап таңға батыр ғой, не істеп жүрмін алды бұны әйтті. Үйіп тұрған қарды бастым, не болғанда да. Оппо, мен дұрыс бұрылмаппын ғой. Сәл бұлай жүріп, кейін бұрыл керек едім ғой. Ана көше бір бағыттағы көше, сол жерден бұрыла салам. Осындай жағдайлар болып тұрады енді. At the stop sign, turn left onto Benton Street. Then you'll take your first right onto Welton Street.
Endi kiruga bo'lar edi bag'anacha. Üstük mashinalar qo'yib tashlaydi-da. Aynan. Sal arqa beramiz bunday kezde. At the stop sign, turn right onto Welton Street. Then you'll turn Ahmaq left bas into iki the ayaqtın parking sonra lot. döşet. Men жағдайымда ahmaq bas burulustardın sonra болып тұр ғой. Ауа райы суық. -2 ма болып тұр. Сол кездер мына жақтан келдімді, былай кеп, мына көшемен оңға, сонымен артпен бүйтіп, артқа беріп, ары қарай былай бағытта, мына бағытта жүріп, сонымен ана кіретін жерлеріне артпен кіргенді. Асфальтта төсеп жатқан соның себебінен ана ішіне кіріп, айналып бұрыламайсың деген еді, сондықтан артпен кіріп, шамал кішкентай ғана орын бар еді. Қазір енді білмеймін, бұл жаққа мүлдем кіруге бола ма, болмай ма. Мынау аукцион ғой. Central Auto Auction. Your destination is on the right. Ар жақтан келе салуға да болар еді. Негізі мына жаққа бүйтіп қоя салам-ау енді. Енді алдындағыдай болып қалмасын деп мына жақтан дайындалып келгенім ғой. Қазір енді кір деу мүмкін де ана жерге. Анау гейт 2, дарбаза 2, exit gate деп тұр ғой. Сол жерге артпен кірген ғой. Мына жерде қазір мүлдем кіруге болмай ма? Бір бәле ғой, көліктерді қойып тастаған. Ішіне барып көрейін енді. Манчестер қаласында мындай Honda автокөлік дилеріне келген ғой. Мұнда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр екен. Құрылыс жұмыстары жүріп жатқан соң бачып болып отыр мына жақтың бәрі ше. Қыс, аяз. Мына жақта бір бәле қазып, бір бәле құйып жатыр әйтеуір. Ар жақта бірдеме істеп жатыр. Қыстың кезінде. -2, -3 болып тұр қазір ауа райы. Дейін мыналарын жатпайын дейді ғой. Ал мен мұнда деген себебім мына Honda CR-V 26 жылғы. Зор негізі ше, маған осы соңғы кездері осы Honda ұнап жүр ше. Honda әдем қып шығарып қойған. Баяғылары бір 10 жылдық, 15 жылдықтары онша емес еді. 5 жыл алдыңғылары, мына соңғы модельдары. Кәдімгідей зор ғой, іші да зор. Сатылған көлік екен. Сатып ала салысымен көшіп баратыр екен. Көшіп кетіпті былай айтқанда. Сатып алған көлігін тастап кеткен. Ескі көлігінің бір заттарын мына жаққа сала салған. Сонымен көшіп кеткен. Сонымен артынша бізді жалдап мына AWD All Wheel Drive. All бәрі wheel дөңгелек, drive айдалады. Барлық дөңгелек тартады деген сөз ғой. Тамаша көлік негізі өзіме қатты ұнап жүр. Зор ғой кәдімгідей ше. Мына ішінде бағана от алдырып қойған ғой.
әдемі жасап қойған әйтеуір, білмеймін. Бір несі, бір ұнамағаны мына артқа максимал түрде кететін осы екенше. Бойы ұзындарға кішкене тарлық екен, тар болады екен мына алдыңғы жүргізу үшін орны ше. Арт жағы да тар секілді. Сол ғана болмаса, бұлай негізі зор. Мыналар аняға кіріп бір бәлені құйып жатыр цементтің. Жүрісі да зор ғой. Мұнда кеп қойғам. Қазір тез жүктеп алып ары қарай жүрем ғой. Өйткені келесі баратын жерім осы жерден 3 мильдік жерде. 3 мильдік жерде сонымен ол жерге жетіп алып, тіркемеде көлікте түсіріп басынан қайтып жүктеу керек. Жоғардағы джипті де түсіріп қалу мүмкінмін деп ойлап жатырмын. Көреміз ғой, 4 Toyota Tacoma алынады тұяқтан. Сағат 2:37 болды. 25 минут болды келген мен мұнда. 649 деген мекен жай. Fox Pest Control деген не келген ғой, Fox деген түлкі ғой, Pest Control ана. Не? Шыбын, шіркей, құмырсқа, Pest Control андай. Түрлі бәлебаттарлар үйден шықса, қоңыздар, бір шағатын бір бәлелер, бір майда шүде, маса, құрт, құмырсқа дегендер ше. Соларды өлтіретін, соларды улайтын, тазалайтын мекеме ғой, Fox Pest Control. Pest Control деп атайды жалпы. Fox деп енді өздерінің мекемесінің атын сөйтіп қойып қойған ғой, Fox түлкі деп. Осындайдың 4-еуін әкетіп отырмын. 21 жылғы Toyota Tacoma'лар қолданылған бұлар. Бұларды со сатып басқа мекемеге жіберіп атқандар ғой. 60.537 майл жүрген. Miles дептім ғой, мильдар. Miles енді ағылшынша miles болады ғой, мильдар. 60.500, 101.000 шақырым жүрген ғой, бұлай айтқанда. 100.000 шақырымдық. Бәрі сондай ана жақта қойып қойған бәрін. Қойып қойғанда сөяқта тұрады, со бәрін оталдырып, тексеріп, суреттерге түсіріп, со керек адам қол таңбасын авалам дегенше, со 25 минут өтті ғой. Осындай жағдайлар. Ендігі мәселе. Ана жерде тұрмын. Бұлай жүктеп алғам ғой. Енді қазір мына жерге бүйтіп қойып қоям да, алдымен кіріп, соны осы жерде жүктелем. Сосын жүктеліп болған кейін мына артпен беріп, бұлай шығып кетем. Құдай қаласа. Мына жолда негізі жолда да жұмыс жасауға болады мына жерде ше. Бірақ жасағым келмей тұр. Ары бері қауіпті ғой негізі, не болса да. Бірақ енді болады, тура үйістіп жұмыс жасауға, бұлай көлікті қойып жасауға болады негізі. Осындай жағдайлар со. Ана жерге барып қойып, асықпай. Ана екі көлікті түсіру керек. Джипті түсірмеймін ау. Джиптің орнына қоям ба деп ойлаған, Grand Cherokе'дің орнына со. Тіркемеге тастайын бәрін, көреміз. Қазір жаймен ана жерге қойып. Шау не бөлі? Бұрылып айналып кетіп отыр ау. Шықсай шау. Жаман қарап еді маған.
туады екен. Ана көлік келіп жатыр ау деймін. Кәдімгідей аяз, суық болып тұр. Минус 2-3 болып тұр ғой. Кәдімгідей сезіліп жатыр, қол қатып қалып жатыр. Нью-Хэмпшир штаты, Манчестер деген қала. Мына жерге бұлайынан әдемілеп қойып қоямын да, сонымен асықпай. Ар жақтан айналып кете алмайды екенмін ше, бағана барып көрген едім. Мүлдем симай қалады екенмін. Енді бұл жерде драйвта тұрған кезінде питионы қосамыз да N-ға қоямыз, сонымен мынаны өшіріп қойсақ та болады. Тұрақ тежегіші, сонымен круиз контрольді көтеріп қоямыз. Осындай жағдайлар. Жаймен енді жұмыс жасап бастаймын. Мына екі көлікті төменгі қабатта қою керек болады. Негізі ана джип Grand Cherokе'ді түсіріп көреміз қазір. Жұмыс барысында көрем қалай болатын. Ана жақтағы тағы біреуін әкеп қоя салайыншы. Негізі бәрін әкеп қоя салу керек мұнда. Ана жақта қараусыз тұрды. Мына жерде өз көз алдында тұрады да. Мынандай бір ғимарат, бірнеше жұмыс мекемелері бар екен. Кілең. Кәсіпкерлік аймақ екен ғой былай айтқанда. Осындай жағдайлар. Жұмыс осылай жүруде қазір енді шамамен енді 1 сағат кетер, ары кетсе. Сол 1 сағатта тез бітіріп кеш батпай жатып зытып қалу керек мына жерден. Мына жақта көліктер толы. Мынау жаңалары, мынау Chevrolet Colorado, мынау Tacoma'ның жаңасы, мына ескілері. Біраз қар жауған ғой алдында. Мынаның да милі, mileage деп атайды ғой. Километраж. Mileage. Mile, age. Mile деген мил, age деген жасы. Милдің жасы ғой бұлай айтқанда. Тікелей аударғанда. Mileage. Километр age. Километр деген километр ғой, шақырым бұлай айтқанда. Осындай Такомалар 25 жылғы 5 жылдықтар ғой. 21 жылғылар 20 жыл шыққан. Ары кетсе 20-ның соңында немесе 21-дің басында шыққан көліктер ғой. Қолданылымға ше. От алдырып қойған бәрін жылып тұрсын деп. От алып тұра берсін. Осындай жағдайлар қазір жүктеп болған екен, қайтып жүктегенімді бір көрсетіп жіберемін да, сонымен зытам ғой. Жұмыс барысы осылай жүріп жатыр. 3 көлік тіркеменің 2-ші қабатына кетті. Ал енді мына біреуін тіркеменің 1-ші қабатына Белли деп аталады ол жер. Қарынына қойып, мынау қарынына кетеді. Сонымен ар жақтағы 2 көлікті Honda CR-V мен Honda Accord'ты осының артына қоямыз. Лайнан дейінен шығарып алып, толығымен мына беткейді бақылап отыру керек.
осылай оп оңай жүктеледі көліктер. Кілтін ішіне таса көдем. Осылай жұмыс жүріп жатыр. Құрметті көрермен ағайын. Уақыт 4:44 болып кетті. 2 сағат кетіп қалды ғой мыналар жүктеуге. Шамалы бір мәселелер пайда болып қалды. Екінші қабатқа үшеуін сыйғызғым келді. Сонымен ары бері көп жүгіріп қалдым. Түсіп, шығып. Мынандай болды. Тура шет жағында тұр. Дөңгелек. Қырында тұр ғой. Қырында тұрған кезде былай страпты аламыз да былай мына жаққа айналдырып жүреміз ғой. Мына арада да сондай. Ең маңыздысы жүктелді, әдем болып. Бұлар қатты ауырды емес. Такомалар мына. Жақсы болды мына. 2 есікті болғандары ше. 4 есікті болғанда сәл ұзындау болар еді. Жарты фитқа ұзындау болар еді әр қайсысы. 2 есікті болып, артында есігі жоқты. Зор болып кетті сонымен. Мына жердегі ара қашықтық бірақ тас болып тұр, қимылдамайды. Honda CR-V мына жаққа кетті. Арасы зор. Honda Accord мұнда. Мына 4 Tacoma түседі ғой бірінші. Невада штатына барады. Sparks деген қалаға. Sparks деген қала Рино қаласының қасында орналасқан ғой. Рино Sparks екеуі бір жерде орналасқан ғой, былай айтқанда. Калифорнияның шекарасында. Калифорнияға бір 10-15 мил жетпей 80 мың бойында. Төртіншісі мына бірінші қабатқа кетті. Әдем болды. Енді Риноға барған соң Sparksқа екі Хонданы түсіре тұру керек болады. Сонымен 4 Tacomаны түсіріп тапсырып жіберемін. Сонымен ары қарай кетемін. Toyota Prius пен Honda Accord сосын түседі. Сакраменто қаласында. Екеуін түсіру керек болады. Жарасы жеңіл. Honda CR-V'ді ғана түсіре тұру керек болады. Сонымен ар жағында 3 көлік қалады. Honda CR-V, Santa Clara деген жаққа барады. Сонымен Jeep Samco'сы екеуі бір арада ғой. Toyota Sienna Palo Alto'ға барады. Бірінші барып Palo Alto'ны тастау керек болам ба, немесе San Jose мен Santa Clara'ны тастайын ба, көрем ғой. Palo Alto'ны ең соңына қалдырам осы Toyota Sienna'ны. Бұлай кішкене бүйтіп көбірек мил жүретін болмаса, рет-ретімен түсіріп кетемін сонда. Қалған үшеуін. Әдем болды не болса да. Мына жақта да ара қашықтық сәл жақын еді. Мынаны сәл алға қозғалттым ғой. Алға жылжыттым бір. Шамамен жарты фитқа бір 15-20 сантиметрге алға жылжыттым ғой. Мынаны да шығардым сәл. Мынау негізі мына жерде болу керек қой. Соны шығардым да. Үшеуі ұзыннен жоғарысында екінші қабатқа соны сидіру керек болды ғой бір бөлек. Бірінші ана джипті қозғатпай тұрған едім. Жаңа ғана ең соңында қозғаттым ғой. Басынан алды жаққа қозғалтып асықпай жұмыс істеуге болар еді. Дереу ананы көбірек шығарып қойып алдына тақай беріп істеметтік. Алда енді 3000 мильден астам жол ғой. Бірінші баратын жерге дейін шамамен жүрген жолыма байланысты
Қазір мынаяқтан шығып 90 мен баруға болады, немесе 80 мен баруға болады. 90 ақылы жол. Нью-Йорк апстейттен жүру керек. Нью-Йорк апстейттен онша жүргім келмейді, бірақ жол тегіс та, бірақ ақылы жол. Сонымен ойланып отырмын қазір. Нью-Йорк апстейттен жүретін болсам, ақылы жолдар көп болады. Ары қарай 80-нің бойында да ақылы жол. Индиана, Огайо штаттары. Ол ақылы жолдарды мен жүрмегелі біраз болған негізі, бірақ тегіс та ояқтың жолдары ше. Сонымен көреміз. Ең қысқа жол сол жол көрсетіп жатыр. 2950 миль болып па бірдеме. Мен баратын жолмен баратын болсам 3100 ба 3050 миль болады. Сосын ары қарай Ринодан ары қарай тағы да Сакраментоға шамамен бір 180-200 мильдай болады. Ары қарай тағы да 150-200 мильдай болады. Сонымен бір жүретін араға шықтық. 3,5 мильға жақындап қалады ғой. Одан бөлек мына арада бір 300 мильдай 300 мильдан көп жұт тастадым мына арадан да көліктерді жинау үшін. Өлдім дегенде 300 миль жұт тастадым. Ары бері жүру керек болды ғой. Уақыт жоғалтпас үшінші. Ал мильдарды үнемдеуге болар еді, бірақ қазір ғана мына 4-еуін ғана алып, сосын Honda CR-V'ді алып, осы жерден шығып атқан болатын едім да. Бірақ оның орнына кеше бәрінен Коннектикутқа барып, біраз ара қашықтықты, былай айтқанда, ара қашықтығына қарамай ары бері жүріп тастап, Коннектикуттан шыққан 3 көлікті, сосын Бостон аймағынан шыққан Toyota Sienna'ны алып тастағаным жөн болды ғой. Өте тамаша болды. Бүгін дайынмын да енді жолға шығып кетуге, бірақ енді шамамен Коннектикутқа барып, ары бері келем дегенше 300 мильдан көп миль болып кетті ғой. Бірақ бір күн ұттым да сонда. Сондай. Құрметті көрермендер, ағайындар, туыс бауырлар, сыныптастар, группаластар, таныстар, әріптестер, достар, бауырлар, жолдастар. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Лүпіл басып жүруді ұмытпаңыздар. Ой пікірлеріңізді әрдайым жаза кетіңіздер. Мен бейне баяндармен дос, бауыр, таныстарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Арнама тіркеле кетіңіздер. Осыны айтуды шаршамай кеттік қой, енді шаршамаймыз ғой, енді сіздер енді бір әрекет жасап жүргендеріңізді күтіп. Үлкен рахмет. Не болғанда да. Мен әрдайым қолдап, лүпіл басып, ой пікір жазып, бейне баяндармен бөлісіп, арнама тіркеліп жүрген жандарға алғысым шексіз. Сіздерге жететін жандар жоқ. Сау саламат болыңыздар. Келесі көріскенше.